Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздерге 3 тамыз бен 9 тамыз аралығындағы тоқты белгісіне арналған жұлдыз жорамалын ұсынамын. Құрметті тоқтылар, сүйікті тоқтылар, осы аптада сіздер өмірге деген құлшыныстарыңыз артатын болады. Және де осы аптада махаббатта елеулі өзгерістер болатын болады. Көптен күткен кездесулер, хаттар, бас қосулар болады. Карьералық өмірде жаңа идеялар мен программалар жасап көзге түсетін боласыздар. Қауіпті рисктер алмайтын боласыздар. Және де агрессивті, негативті жағдайларға түспей және оларға мән бермей өз энергияңызды тап-таза етіп сақтайтын боласыздар. Сонымен қатар аптаның 3-4 күндері басы бос болған тоқтылардың өмірінде жаңа жаңалықтар келетін болады. Және де шақырылған кездесулер мен бас қосуларда сіздер өздеріңіздің өмірлік серіктеріңізді кездестіретін боласыздар. Сонымен қатар ескі қарым-қатынастарды бір ой елегінен өткізіп, мен бұл қарым-қатынаста не бердім, не алдым, қандай пайда келді маған, не үйрендім деп өзіңіз бір анализ жасайтын боласыз. Ескі қарым-қатынастарды сарапқа салып, маған не үйретті деген көптеген сұрақтарыңызға жауап алып, осы ескі қарым-қатынастарды санаңыздан, түп санаңыздан бір жолата өшіретін боласыздар. Және де осы аптада бастаған істеріңіздің нәтижесін көретін боласыздар. Өздеріңіздің жалақыларыңыз түсіп, жан-жақтан табыстар келетін болады. Сонымен қатар осы аптада денсаулығыңызға мән беріп, өз-өзіңізді күтіп, уақытылы ұйықтап, дұрыс тамақтануға мән беріңіздер. Құрметті тоқтылар, сіздерге апталық кеңес. Осы аптаға керексіз шығындардан қашып, болашаққа деген жинақ счетыңызды толтыруға жұлдыздар кеңес береді. Сәттілік, келесі аптада кездескенше.